Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Бока. Біз бүгін менің Барби құрбымның магазиніне барам. Барби құрбым, міне ол өзі де өте әдемі. Аппақ, көздері көк, өзі неміс істемеген, және магазиндерін байқап тұрсың ба? Өте әдемі киімдермен толтырып қойған. Және де оның бүгін магазиннің ашылу салтанатына қарай мені шақырған. Сонымен достар, біз магазинді аралайық. Бірінші Барби досымызды құттықтайық. Сәлем, Айлин, сәлем, Барби. Магазинің өте тамаша, центрде орналасқан. Мен сен үшін қуаныштымын, досым. Рахмет, Айлин, сенің қуанатыныңды білдім ғой мен. Әрине, сенің магазиннің киім бәрін алуға дайынмын ғой, сенің талғамың өте ерекше. Шынымен ба, шын айтасың ба? Рахмет. Әрине. Онда мен шопинг жасайын, әрине жаса. Мен тағы да достарымды күтем, қонақтар бар дегенде. Я, дұрыс. Ендеше тамаша. Ертең кешке кетесің. Я, мен соған киім қараймын сенің магазиннен. Достар, менің Барби құрбым өзі жеке кәсіпкер ретінде әкесінен бөлек магазин ашты. Бұл магазинде қараңдар, розбет түсті, қандық десең болады, ол розбет түстінің бәрі бар. Қанығы, ашығы, мәссаған. Тура Барби құрбымдікінде, бірақ шама қандықтағы көрінді ме? Мен міндетті түрде осыны аламын. Насымка маған қатынап тұр, осыны да аламын. Массаған, Барбидің магазинде клиенттер көп. Пышный көйлек, я мені сондай жақсы көретін көйлек. Юбка, майкасымен тіпті, екеуі маған тіпті ғажап тұр, үйлеседі. Осыны алсам, тағы қандай көйлектер алсам болады екен? Қарайық, шал бар, мәссаған, кең балақты кала шал бар. Бұның үстіне комплект ретінде мінекей мынандай жұлдыз майкасы. Көрдіңдер ме, айттым ғой, менің Барби құрбым бәрін идеалін жасайды ғой. Ол өзі кішкентай болса да өте тамаша. Жаным. Жаңағы пышный юбкамен үстіне кигенге өте ыңғайлы деп ойлаймын. Үйлестіруге болады. Әрине болады. Так, біз қай жерге келдік? Мәссаған, сен үстінде көйлегі әдемі. Рахмет. Так, киімізді ала берейік. Это тоже розбай. Не деген түрлі көйлектер. Майкалар, басқа көйлектерді көрейік. Мынау не? Это что? Тағы не бар бұл жерде? Ол шортиге жоқ, не надо, менде шорти бар. Так, қадегіндер. Құлпынай футболка. Міндетті түрде аламын құлпынай футболканы мен. Тағы да мәссаған жүрек. Қыздар, қараңдаршы, сколько қанша жылтырақ көйлек ертеңгі вечер мен үшін маңызды. Ертең ол жерде біздің барлық достарымыз болады. Сол үшін мен ол вечерде жұлдыздай жаным керек қой, жұлдыздай. Былай тұрасың ба? Мама, қандай жабайын, шамал тәртіпсіз ма? Я, мен сондаймын. Естесіңдер. Так, осы көйлекті міндетті түрде аламын. Радужный не надо. Тағы не бар? Сумка алайын. Өзімнен алған көйлектің бәрін алайын. Так, аламыз. Керек маған. Сосын бұл шалбарды майкасымен алуым керек. Надо. Тағы не бар? Тағы не алсақ болады? Қанық ма или ашық жүрсін? Мен бөлемаған. Ашық жоқ или қанық? Қанық. Негізінде қыздарға киім таңда өте қиын ше. Қанық, ашық қайсы деп ойлайсыңдар достар? Менің ойымша қанық сияқты, өйткені ашық кисем мен Барби досымен бірде болып қалам. Қанығын алғаным дұрыс ал, е? Қанығын алайын ендеше. Қанығын или жоқ.
Сонда да ашық жоқ көйлегін ойланайын. Басқа да киімдерді көйлейін. Тағы не бар? Қабақ жазғы өте таптырмас киім керек. Не надо. Это тоже не надо. Вау, какая красота. Это шуба, майка. Бұны да алу керек сияқты менің ойымша. Киімдер киіп алайық. Ойланамыз. Қазір ойланамыз. Біз магазинде негізінде қыздар бар ғой, бір кезек басымыз айналып кетеді ғой. Мына көйлектің әдемісін қараңдар. Осы көйлекті міндетті түрде алу керек. Әрине алу керек. Аламын ба көйлекті мен? Ойланбай аламын ғой. Барби құрбымның магазиннен бір сумка киім алдым. Барби сенің бизнесіңе қосқан үлкен үлесім. Қыздар келіңдер, бұл магазинде барлық киімдер бар, жаңадан топтамалар қосылады. Жаңадан енді бұл товарлар өте жаңадан товарлар келеді ғой, касса. Сосын, конечно, мен карточкамен төлемеңіз. Рахмет, саудаңыз сәтті болсын, күніңіз жақсы өтсін. Сіз біздің ең алғашқы клиентімізсіз, өте әдемісіз. Рахмет. Қош сау болыңыз, магазинімізге келіп тұрыңыз. Әрине, барлық киімдерді алайын. Мен шоппинг жасағанды өте жақсы көремін. Көңілім 100% болып тұр. Неткен артын шашып кететін адам жинап кетсе қайтады, қандай қыз. Өйтіп жатыр, мыналар маған айтып жатыр ма? Қалай сөйлейді бұлар өзі? Өзім білем, өзімнің досымның магазині, сол себептен өзім білем. Барби, айтшы мыналарға. Кешірайын, тиктокер болсаң өзіңе, бірақ артында жинап жүрумен дедің. Қыздар, сендермен салғас тұратын уақытым жоқ. Әрине уақытың жоқ, сен өте асығысың. Көріп тұрғандарындай мен асығысым. Мақұл, пока. Көп сөйлейді екен Барбидің достары, қандай грубый. Жай болғаны, оның магазині киім алдым ғой. Қанша киім алдым досымды қолдап мен. Ұялмайды екен, еді жоқ. Көрдіңдер ме, мен де құлпына футболканы алдым ғой. Ладно, радужныйды да ала салдым. На всякий случай керек қой жалпы. Қанығын алдым ғой достар, бұл көйлектің. Карточкамды сейфке салып қояйын, а то қазір ұмытып қалам, ертең карточкамды таппай қалам. Полный шалбармен бірге пар етіп қояйын. Тоже футболка тұра берсін, ал көйлектерді іліп қояйын, көрсетіп өзім таппай қалмас үшін. Пакеттерді де жинап қояйын. Мен жалпы тазалықты жақсы көремін. Ана қыздар жаңа маған грубый сурет көрді ме? Мен барлық нәрсені өз орнына қоям. Барлық нәрсені өз орнында тұрған қалай адамды білмей жатып сөйлейді олар. Это нечестно. Қыздар, сендер ондай болмаңдар. Мына көйлектің фиолетовый бар екен ғой менде. Жемпірлерді бүктеп қояйын. Жалпы мен барлық нәрсенің өз орнында әдем болып тұрған қалаймын. Қазір мен өзімнің досым шақырайыншы. Настя, тез үйге кел, бүгін не болды дейсің? Мен көңіл күйім жоқ. Тез.